Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен бірге ашық сабағымызды бастаймыз. Ашық сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі сіздермен өтетін ашық сабағымыздың пәні әдебиеттік оқу пәні. Ал балалар, ашық сабағымызды жақсы көңіл күймен, жақсы бір тілек сөзбен бастайық. Бүгінгі күн сіздерге жақсылығымен, шаттығымен келсін. Ал балалар, бүгінгі біздің бөліміміз жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлының «Адамдық борышың». «Адамдық борышың» өлеңінің мазмұнымен танысамыз балалар. Ал балалар, Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы мағлұмат алайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден озған екен. Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында дүниеге келген екен. Ұлы Абайдың немере інісі әкесінен 7 жасында жетім қалған екен. Атасы Құнанбай тәрбиесін алады. Абайдың ақыл кеңесімен өлең жаза бастайды екен. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақтың ақыны, прозашысы, аудармашы, тарихшы, философы екен балалар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздағы мақсатымыз адамдық келбет, адамдық борыш туралы түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Адамдық борышың Шәкәрім Құдайбергенұлы. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тіл. Менің борышым ата-ананы қадірлеу, отанды қорғау, табиғатты аялау. Бұл менің борышым. Ал балалар, енді сөздікпен жұмыс жүргіземіз. Дәптерімізді ашып, сөздікті дәптерімізге жазып аламыз. Мансап, атақ, нәпсі, жаман іс, тұл, еш нәрсесі жоқ, ғибарат, үлгі дегенді білдіреді екен балалар. Сөздікпен жұмыс дәптерімізге жазып аламыз. Жамандықты жиретіп, үлгі аламыз жақсыдан. Жақсы болып өзіңнен, өзіңді өзің аяда, өзің үйрен өзіңнен. Жақсы адам болу үшін адалдық, мейірімділік, қамқорлық, көмек, қайырымдылық болу керек. Ал жаман адам мақтаншақ, өтірікші, әдепсіз, сараң, еріншек. Жаман мен жаман туралы мақал мәтел. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ басында. Жақсылық біреуден қайтпаса, біреуден қайтады. Жақсылық әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Ай жарығы әлемге шам жарығы түбіне. Жақсылықтың басын қыл, басынан артылады досыңды қыл. Жігіттің жақсылығын жұрт біл. Жақсылық біреуден қайтпаса, біреуден қайтады. Жақсылық ай менен күндей, жанның бәріне бірдей. Жақсылыққа бір жақсыға, бір жаман. Жақсыға жанас, жаманнан адас. Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас. Жақсыны халық мақтар, жаманды халық таптар. Жақсыға шаң жуылмас, жаманға жан жуылмас. Ақ сауыттың жағасы бар, жемі жоқ. Шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Жамандыққа айтқызған жамандықтың белгісі, қамшылатқан шабандықтың белгісі. Адам туа жаман болмайды, жүре жаман болады. Айыратын жаман бар, қосатын жаран бар. Жақсы арына қу, жаман малыңа қу. Атасы жақсы көргенін айтады, атасы жаман бергенін айтады. Жақсы өзін қосып сөйлейді, жаман басқа өсіп сөйлейді. Жақсылық пен жамандық туралы мақал мәтелдер. Жақсы көрген
мақтап жүрер, жаман көргенін даттап жүрер. Жақсы болсаң, жаның көп. Жақсы адам жолдасынан белгілі. Жақсы кісі текшіл, жаман кісі кекшіл. Жақсыда жаттық жоқ, жаманда жақындық жоқ. Жақсы туса елдің ырысы, жаңбыр жауса жердің ырысы. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы сөз жанның тынысы. Жақсының қадірін жақсы білер. Адам баласының ойында жақсы да жаман да қасиеттер болады екен. Бізге ақылдылықты, адалдылықты, қарапайым, кішіпейілдікті, инабаттылықты, шыншылдықты үлкендер үйретеді. Ол біздің ата-анамыз ақ сүтін бере отырып, ана тілімен үйретеді. Біз оны түсініп, ата-баба салт әдеттерін үйренеміз. Адам болатын адамгершілігі бар бала барлық жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман мінез әдеттерден, ұнамсыз қылықтардан аулақ болуға тырысу керек. Ал балалар, міне сіздер қазір маған жаман мен жақсы туралы көптеген ойларыңызды ортаға салып айттыңыздар. Өте орынды, кереметтей дүние. Ал енді балалар, үшінші тапсырманы осы өлеңге сүйеніп кестені толтыруды жалғастыр. Жақсы деген немене, жаман деген немене? Яғни жақсы ар сақтау, жаман деген өнерсіз деп қойған. Арғарай дәптерімізге жазамыз балалар. Қазір сіздер көптеген жақсы жаманды ажырата білетін сөздер айттыңыздар, соны дәптерлеріңізге жазыңыздар. Ал балалар, міне сіздермен бірге біз кестені толтырдық, жақсы қасиеттерді айттық, жаман қасиеттерді айттық, адамның бойындағы қасиеттерді айттық балалар. Ал енді біз сіздермен қазір плюс, минус, яғни қазақша қосу, азайту деген компонент бойынша әркім өзіне қосу белгісіне жақсы іс-әрекеттерді жазады, ал әркім өзіне жаман іс-әрекеттерді азайту компонентінің тұсына жазады. Мен сіздерге мына жерден жақсы сөздер мен жаман сөздер туралы жібердім. Ал балалар, адамның басшысы ақыл екен, жетекшісі талап екен, шолушысы ой екен, қорғаушысы сабырлық екен. Ал балалар, сынаушысы қалық екен. Қалық сынайды екен адамды. Таусылмайтыны адамдағы бойындағы арман екен. Ең қымбаттысы ол ар сақтау екен балалар. Сондықтан балалар, біз сабағымызды қорытындылай келе, ар сақтап, осы жақсы қасиеттердің барлығын бойымызға сіңіріп жүрейік балалар. Жақсы қасиеттерден өнеге алып, жаман қасиеттерден жиренеміз.